Армысыздар ағайын. Бүгін міне маған полиция қызметкерлері келіп жатыр. Не үшін екен, не хабар екен? Жақсы өздерің қалай. Тоқтат тұрған, сөз. Ау. Тоқтат сөз. Жоқ, тұра берсін, прямой эфирде. Ішкі істер департаменті. Капитан полиции Тұрғынбаев Роман Маракевич, старший уполномоченный. Сәлеметсіз. Тергеу басқармасының бөлім бастығы. Кәне көрейік. Оқи салайық та енді. Тоқтай тұрсаңшы енді оқи салайық енді. Оқи салайық енді. Оқылған жоқ енді тоқтай. Сізге айтып өзім таныстырып көрсетіп тұрмын. Мен сізді танымай тұрмын. Сіз дұрыстап представлять етсеңізші. Мен тергеу басқармасы. Тергеу әрекетін жарияламау туралы ескертемін. Бауырлар сендерге не болды сол? Міне, бірінші тыңдауым. Не болды сендерге? Қазақсың ғой сен. Бәріміз қазақты, мен сізге түсіндіріп тұрмын. Міне. Ашыланба. Танысаңыз. Тыс жатқан адамда үйде жатыр. Немеге не үшін тергеу? Не үшін? Қандай карантинда, қандай заң? Жалған қылмыстық іс болатын болса, біздің жүргізген тергеу әрекеттері бойынша сот арқылы шағымдануға құқығыңыз бар. Бауырым, тыңда сен, қазақсың ба, кімсің сен өзі? Или Қытайдың құлысың ба? Руслан Калбеков сізге қатысты. Егер танысаңыз қаулымен осы іспен келіспеген жағдайда, бізбен келіспесеңіз, қарсы әрекет көрсететін болсаңыз, сізге Қазақстан Республикасының әкімшілік сен маған заңға тірелмей-ақ қойшы, бауырым. кодексінің 667 бабы қолданылады. Сен заңға тіреліп тұрсың ғой. Заңға тіреліп тұрған жоқ, сіз бірінші танысып алыңыз, сізге таныстырып тұр. Понятое, что ли? Что, вас заставляют быть понятым, что ли? Келіңіздер. Жоқ, Қадыр аға, не болды сіз? Келіңіз. Маған қарсы куәгер болғыңыз келіп тұрмайды. қарсы емес, бұл тергеу әрекетінің жүргізіп жатқан. Бұл жалған тергеу, мен саған тағы да айтамын. Не үшін? Руслан Калибекович. Шешім астында сені. Ол ана Салиманың жұмыскері. Қайдағы жоқ, общем, ауылдан короче жарты Қадыр ағаны танимын. Қайдағы жоқ, ауылдан бір қалай биштер тауып алған. И соларды кеп. Жоқ, Калбексің. Калбеков, міне қараңыз. Солар өтірік санкцияланған қаулысы бар. Міне көрсетейін сіздерге. Қазақстанда қысым келтіріп біздің жүргізген әрекетіміз заңсыз деп есептесеңіздер, заңсыз сенің. сот арқылы шағымдануыңызға құқығыңыз бар. Қайдағы заңға тіреліп алдың? Танысып алыңыз. Руслан Калибеков, танысып алыңыз. Екінші рет қайталап сіздерге айтамын. Қазақстан Республикасы қылмыстық процессуалдық кодексінің 201 бабы қазақ бойынша халқы мынау дарылдайтын жабық ши аузын. тергеу әрекетін жариялауға құқығыңыз жоқ. Неге жария? Неге сонда сендерде құқық бар да бізде құқық жоқ па? Не үшін Тергеу әрекеті бейне жазба арқылы түсініп тұр. Міне маманның қатысуымен. Конституцияда жазылған. Мен өзім білем. Телефоныңыз қазір алынатын білесіз ба? Түсірем. Бермеймін. Сен кімсің? Бермеймін. Кімсің сен? Бермеймін. Жаса, бермеймін. Телефон мен жеке меншігім. Неге ол көрші ол неге қақысы жоқ біздің көршіміз ол? Сендер кәдімгідей артып кеттіңдер ғой. Сен давление жасап тұрсың. Мен әйелімін. Бермеймін. Гүлмира, бермеймін бәрібір. Бермеймін телефон. Мен бұл жеке меншік құқығым, бұл балам телефоны. Сіз алуға құқығыңыз жоқ. Дадаң шақыршы бар. Тез шақыр. Бермеймін телефон. Сіздер күш көрсетіп жатсыздар. Маған жоламаңыз, күш көрсетіп жатсыздар сіздер. Мыналар мидан кетіп қалған. Қазақстанда қазір қысым келіп жатыр. Өзім жаңа ғана Итактан прямой эфирға шығайын деп тұрған қалай. Әлімжан Ізбасаровты босатсын. Жаным құрбан. Серік бол, сен вообще кіріспеші. Кіріспе. Не кіріспе? Қазақшыл тұрмаса неге қылсын? Мына жерде тергеу әрекеті. Қазақшыл тұрмаса неге қылсын? Шақырды. Күлсіңсе мен есігім анда күлді. Шық бар есіктің алдына. Нәжіге кіруге қақыңыз жоқ сіздер. Бар шық дейме есіктің алдына. Соттың қаулысы бар. Танысып алыңыздар. Қашадан шығыңдар. Шық, қашадан шығыңдар. Қашадан шығыңдар. Қашадан шық. Қашадан шығыңыздар. Соттың қаулысы бар. Ешқандай сот
карантин уақытында ешқандай сот жоқ. Оны неге айтасыздар? Қайдағы сотты айтасыз маған кім? Көрсеткен жоқпын, оққан жоқпын. Қайдағы мына карантин кезінде қайдағы сот? Шық қашадан. Шық. Шығыс, құқымыз бар. Руслан, сен итермеші, шық. Болсын десе мен есік малына кеп түсіне. Есіктің алдына. Мен есік малына кеп түсін. Соттың қаулысын күйіне отырып. Сіз мені мына жерде тұрсыз ғой. Көріс, Тергеу әрекетіне кедергі келтіріп тұрсыз. Сен ойлапсың ба қазақ үшін тұрмайды деп? Тұрады қазақ. Сізге естіліп жатыр ма прямой эфир? Міне, біздің участковый, танып алыңыздар. Қарабет, натуральный қарабет. Мен сізге айтып тұрмын. Тергеу әрекетіне қатысыңыз жоқ. Поясни онда 660 статьяны маған. Мен білмеймін ол статья. Мен конкретно нан алып магазин келе жатырмын, қарасам. Маған мен айтамын. Ерік. Фамилияңыз кім? Поясни маған. Фамилияңыз кім болады? Ол мен Ол братан маған. Сендер не кеп? Айғайласпайсыз. Көршілер, жиналыңдар. Аты-жөніңіз кім болады? Аты-жөніңіз кім болады? Ерік, Фамилияңыз кім? Фамилияңыз кім? Мен сізге кеттіңдер қал. фамилияңыз кім? Кеттіңдер бірей. Руслан, ашылды. Өзін провокация жасап тұрсың. Арғай, шыш қашан, бұл менің жеке меншік құқығым. Мен бұл үйдің иесі менмін. Атымды білуге міндеттемесіз сұрап аласыз. Қазақстанның азаматшасы, мен сізге айтайын. Соттың қаулысы бар. Шыққанға Жоқ, сіз маған түсіндіріңізші, қайдағы сот, карантин кезінде қайдағы сот, соны түсіндіріңізші маған. Мен сізге адамша айттым ғой. Жоқ, қайдағы сот, мынандай карантинге, соны түсіндіріп беріңізші маған. Сіздерге заң жоқ па сонда карантин, қайдағы карантин кезінде сот? Сөйлеп болыңыздар ма? Болған жоқпын, тыңдамаймын мен сізді. Бар шығыңызшы қашамнан. Шығыңызшы қашамнан. Шығыңызшы, өтініп тұрмын мен сізден. Менің қашамнан шығыңыз. Бұл мен жеке меншік үйім. Тергеу әрекетін бітіріп кетті, біз жерін шықпаймыз. Шығыңыз, ешқандай тергеу жүргізбейміз ғой. 2 машин, 3 машин шақырсың. 10 мәшінкесін шақыр жіне. 20 мәшін шақыр. Бүкір парламент шақыр. Болмаймын. Сен мені өзің күрестірген үшін, мені күрестірмей жатсың сен. Еркежан, есті жауындар үйге ешкімді кіргізілмеңдер. Ешқандай жүргізім. Қылмыстық іс бойынша тінту жүргізуіміз қажет. Қандай қылмыс? Не болып қалды? Міне 21 ақпан 2020 жылы Сіздерге естіліп жатыр ма? Естіліп жатса жазыңыздаршы. Прямой эфир. Мен қазақтың жерінде тұрып жатырмын. Қазақ елінде тұрып жатырмын. Бұл менің елім. Сен Сіздер түсіндіріңіздерші, анда карантин кезде қайдағы неме заң, қайдағы сот, соны түсіндіріңіздерші. Карантин кезде мына тұрған мал жеріне шығармай жатыр. Қазақ міне осындай міне иттік жасап жатыр иттеріне. соттың қаулысы бар, танысып алыңыз. Жоқ, сот қай уақытта болды? Мен сенің үйіңе келіп тұрмын ба? Мен сенің үйіңе келіп тұрмын ба? Сенің үйіңе келіп тұрмын ба? Мен үйде жатырмын. Білесің бе? Мен сіздің үйіңізде жатқаннан кейін мен Шық бар. соттың қаулысы бар. Шық бар, есік қаулысы бар. Керек емес маған Заң ешқандай. талабына бағыныңыз. Міне сіздің Бағынбай мен сенің заңыңа. Шығындар бар. Міне өзіңізге Шығындар деймін бар. Сөйлеп болдың ба? Болған жоқпын, болмай мен. Соттың қаулысын оқып танысып ал. Таныспаймын мен. Айтып тұрмын ғой мен саған, таныспаймын. 26 наурыз 2020 Ал оқыңыз. Оқыңыз, дауыста оқы, туралы қаулы. Оны кім шығарды ол қаулыды? Шығарған тергеуші Таныспаймын мен, сен кіргізбейін де үйіме. Руслан Калибекович, мен танысып алыңыз. Мен сізге міне өзім беріп тұрмын, өзің айтасыз ғой. Мен кіргізбейін де таныспаймын да мен сен. Міне қарап алыңыз. Танысып Шешші, алыңыз. шешші халық көрсін де түрлерін. Міне танысып алыңыз. Қарабет. Халық түрлеріңді. Кім қызмет етіп жүргенін қазір, осы саттың жүйрікке кім күресіп жүр қазір. Түрлеріңді көрсін де халық. Ол сіздің өзіңіздің ойыңыз. Ойым емес, мен конкретно айтамын. Білесіңдер ғой, что мен үйде, мен есіктен да мен всегда қарсылық білдіремін. Потому что өмір бақи менің үйім, менің жерім, менің елім. Бұл жерде мен не айтамын, сол болады. Сендерге мына жерде маған өтірік жала жауып, өтірік давление
көрсетіп тұр ғой маған. Давление штекі көрсетіп. Конкретно сендер давление көрсетіп, сендер бүкіл Қазақстанда давление көрсетіп жатсыңдар. Әлімжан Ізбасаровты 1 жыл служить еткізбей біле, 10 айдан кейін психбольницаға жауып отырсыңдар. Сенсің конкретно. Конкретно, сен осы формамен жүрген бәрі. Шындық айтқан үшін Бағдат ағам отыр әне, Батыр ағам. Тарих бұл. Тарихта қаласыңдар. Ертең ұрпақтарын көреді бұның бәрін. Заңсыз болса заң шешеді. Заңға қарамай. Заң жоқ ешқандай. Мына жерде адамның басына байланысты, өзінің миына байланысты, өзінің айтқан ақыл ойына байланысты. Ауру адамды сандырақтайды да өзінікі дұрыс деп есіп. Сен сонда сау адамсың ба не? Вот сен конкретно аурусың. Bir бет қағазға қарап, сол қағазбен шапқылап жүрсің сен. Қағаз заң жүзінде. Мен заңмен жұмыс істеймін. Заң талабымен. Сонда конституция қалды сонда. Қайда қалды сонда? Шетте қалып қойды ма? Заңның бәрі сол конституцияға сүйеніп шығарады, дұрыс па? Адамның свобода слова деген бар ғой ондай сонда. Или адамда ондай жоқ па? Или рұқсат сұрау керек па сонда сендерден? Енді қазір енді жарайды, бала жасайтын болсақ, Назарбаевтан сұрайтын болды. Өстіп акиматтан рұқсат аламыз, серік болып қойып береді печатьмені. Соны бірдейді айту үшін сендерден сұрау керек па енді? Сұрау деп тұрған. Енді айтыпсыңдар ғой, сонда адамның құқығы жоқ па сонда өзін бірдейді айтады? Адам құқығын шегіп тұрған. Сендер кәдімгі таңдайсыңдар ғой адам. Заң жүзінде. Сен көрсетші корочкаңды маған, көрсетші оқиды. Мына жерде камера жоқ. Оқишы, аты жөнін. Көрген жоқпын. Ақтанов Роман Оралбек. Көрген жоқпын. Кімсің вообще? Званияң кім? Тергеу бөлімінің бастығымын, тергеу бастығы. Көрсетші кәне. Мен көрсеттім ғой бағана. Мен көрген жоқпын. Қайта көрсеттім. Мына жерде камера ешкім түсіріп тұрған жоқ, көре салайын. Мен көрсеттім ба сізге? Мен қолымда қалуыны көрсеттім, не үшін келгенімді. Өзіңіз таныспаймын. Көрейікші корочкаңды, көрсетші. Көрсеттім ғой сізге. Бағана келген кезде көрсетіп таныстырдым. Көрген жоқпын мен. Камераға айтып тұрмын. Шығыс Қазақстан облыстық полиция департаменті, тергеу басқармасының, тергеу бөлімінің бастығымын, полиция майорымын. Міне шейін. Заң жүзінде мен кеттім сізге. Заңға бағынбай заң деп қақсадыңдар ғой. Сендер анда Заң жоқ. заңдықтармен бар ғой, біз осы 30 жыл заңда отырмыз әлі. Құрып бара жатқан елдердің қатарының біріндеміз біз. Қазақты өзі бір-біріне далбит етіп, кәдімгі өлтіріп жатыр. Дулат ағамды оны өлтірдіңдер ме? Елім, жерім деген азаматтар өмірден өтіп жатыр. Қысымның арқасы осында. Өтірік бәлді оның бәрі. Жауап берші, өтірік бәл соның бәрі. Оған мен ешқандай қатысым жоқ. Қалай қатысың? Қалай қатысың жоқ? Қатысың болмаса не үшін келдің онша маған сен? Мен айттым ғой, қылмыстық іс бойынша келдім мен. Мен анда жалған қылмыстық есептеймін анда. Есептесеңіз енді неге соны Менің шағымданып өзіңіздің дұрыс екенін неге менің артымда халық тұр, менің артымда шындық тұр. Шындық болса Сен андағы өтіріктің өрге қарай өмір бақи сүйресең де жүрмейді. Сүйресем, жүрмесе, соны сот жүзінде неге шешпейсіздер шағымданып? Неге шешу керекін, когда соттың бәрі полностью бірақ басына шейін бірақ продаж несін. Сендерден бастап сендер осының бәрін бір блоктар жүрген істеп жүрген. Сендердің кесірдерің біз осындай қазір қазақ халқы қайыршы. Қазақ халқы үшін өзің не істедің сонда, Мен бе? Бір нәрсе істеген істеміз, мен уайымдап жүрмін, жоқ дегенде. Мен қолымда жоқ өйткен жағдай. Ал барына болсам. Жер қазып мұнай шығардың ба? Или бір шығарса Сен шығардың ба? айтасың, мен енді сөйттім Қазақстан құртып бара жатыр дедім. Мен ертеңгі бұрынғы ата-бабамыздың ізін қуалаймын мен. Өмір бақи. Қандай? Қабанбай Бөгенбайлардың ізін қуалаймын. Елім үшін, жерім үшін өлген, мен де өлемін надо будет. Жер үшін. Ел үшін. Сіз енді өзіңіз қылмыстық әрекет жасадыңыз. Жасаған жоқпын мен ешқандай қылмыстық. Енді соны керісін енді дәлелдемейсіз ба? Не үшін дәлелдеймін? Сіз бізбен ұрысы. Мен емес, соны сендерге қағазбен отыру керекпін, жазысып, айтысып ана жерде қағазбен. Ол в любом случае. Просто сен маған үшін лохотронста өтірік үлсің ғой, кейбір вообще құлап отырып алып, бағана мен үндемей камера қоспай келсем, спокойно, ой, анау мынау мәтча, анау мынау деп үйге кіріп, әмпәй. Сөйтіп өте шықпақшы болдыңдар ғой, ойладыңдар ғой, кейіп шықпай. Қойып берем мен кейіп? Тергеу жұмысының іс-әрекеті ол жасалыну керек қағаз жүзі бойынша. Ертеңінде жаза салсаңдар болды ғой.
Вот не көрдің, осы сияқты жаза салғаннан Қазақстан никогда ешқайда кетпейді. Бір осылай жаза салады, Жаза содан кейін салады. сияқты кісілерге Иә, осылай ғой енді. Сен и так та өлі Ол қалталарына просто 5 мың теңгеге салу керек қой, сонда жаза салады. Сен қызық айтасың, сіз қызық айтып отырсыз, жаза салу деп. Қалай жаза саламын? Енді сендерді қазір карантин кезінде жаза салып әкеп тұрсыңдар ғой, сол секілді ғой. Ешқандай сот қаулым болған жоқ. Мен тергеу әрекетін жүргізгім келіп тұрмын. Атак Мен кіремін, қараймын. Қасында куәгер болады, өздеріңіз боласыздар, ешкім артық болмайды. Заңсыз үйде бір нәрсе бар болатын болса, жазылады. Жоқ болатын болса, жоқ деп жазылады да сіздерге көшірмесін беремін. Тыңдашы, өздеріңіздің бірге қызметкер айтыр, заңсыз түк жоқ деп соның бірауыз сөзіне сенбейсіздер ме? Мен өзім көргенше, мен тергеуші ретінде мен өзім көрмегенше мен оған сенбеймін. қалай біз қазақ боламыз мына тілеріміз? Бір-біріңе сенбейсің. Да? Үйіңізге осмотр жасасын. Жоқ, кірген жоқ. Мен прямойда тұрмын ғой. Ауылымда көп қойсын, хаттаманы көшірмесін беремін. Ертең любой жерде сіз көрсете аласыз. Міне менікі заңсыз. Қазір экипаж келеді, сізге неповиновение толтырылады, біз сіздің үйіңізге бәрі обыск жасаймыз. Күшпен жасаңдар. Күшпен жасалынады. Күшпен жасаңдар. Соны айттым. Одан да Иә. Күшпен жасаңдар. Иә. Көрейікші, қаншалықты мырайс екенін көрейікші. Жаса. до конца кетеді. Жаса. Иә. По-любому жасап кетеміз. Жақсы. Тергеу әрекетін бітіріп Қас. өткізбесек біз кете алмаймыз. Тергеу әрекетін бәрібір Иә. соны осы жерден бірақ кетеді. Иә. Арқамнан пышақ кетті боласың, атпайсың оны өзің білесің. Құрбан болып кеткен осы жерде құрбан болып кеткен. Қойшы, өтірік қана. Өзің Жалған сөйлемеш. жалған сөйлемейсің. Адам деген сөйлеген сөз жүрекпен сөйлейді немесе жалған деген сөйлейді. нәрсені бағаның бері былай шулдап. Тұрайын енді мен сендерден бағынып өз-өздеріңе биік қоясыңдар ма мені? Или халықтан биіксіңдер ме сендер? Өзім ойым, иә. Сол менің ойым постоянно солай. Ниет, пікіріңіз, ойыңыз, идеологияңыз деп айтып аламын өзіңізді. Біз енді демократическая страна, біз имеем право өз ойымызды айтып. Қайдағы демократия бұлар мына Конституция саяси қуғын ғой конкретно. Сіз өз ойыңызды айтыпсыз. Рауымет атыңыз. Аузыңызды барып қолмен жаптым ба, аяғымен жаптым ба. Менің есімім Рауан деген. Саяси қуғын ғой, саяси қуғын. До конца беріліп кеткен ғой мына жігіттер. Қазақ бәрі бір басқа ұлт жоқ мына жерде. Бір басқа ұлт жоқ. Қазақ буындырып атыр қылқындырып. Наглый образом маған еще қайтып айтсам. Конституция черный Айтсаңыз, мен өзім үйге кіргізбей тұрмын, обыск жасап. Иә, кіргізбей тұрмын. Просто олар заңсыз ана адам жуас адамды давить етіп үйреніп алған ғой әбден қазақ халқын. Күнде өйстіп давить ете берсе мені көреді, ертең қалған халық көреді, олар қорқады деген секілді. Қорықпаңдар қазақтар. Өмірге бір ақ рез келеміз, бәрі ұрпақ үшін соның бәрі. Ақжан, ақшаның жауам есігін тексеркіш бір жақта. Сонда өскеменге кетесің. Дұрыста жоқ. Несін жапшы, соклевкасын жапшы. Есіктің қасына, терезенің қасына нені жап. Не дегенсіңдер? Не дегенсіңдер? Өз қазағың өзіңе жау, ужас. Сонда. Провокация жақсы жасайсыздар ма?
Енді ол енді нақты нәрсе ғой енді. Айтыңызшы, сіз кімсіз? Қазақсыз ба? Қазақсыңдар ма? Қазақтың қаны бар ма бойларыңда? Қазақсыңдар ма? Мен, например, қазақпын. Енді неге онда провокация сен ол сөздің несі провокация? Видеокамера просто бар. Өзінде сезіп жүрген. Естіліп тұр ма сіздерге? Естіліп тұрса жазыңыздаршы, естіліп тұр деп. Көріп жатырмын ғой, бүкіл Қазақстанда естіп жүрген белсенділерді осылай тұншықтырып, қамап, соттап жатыр. Сіздерге естіліп тұр ма? Тап қазір осы жағдайда біз сізді бір жерге алып кетейік, бір жерге апарайық деген ойымыз жоқ болған негізі. Сендер просто жай келіп маған устранение жасап кетпекші болдыңдар ғой. Облыс жасап, Жоқ, тұрасың. үйіңізге кіргізіп следовательге. Понятой жарды кіргізбей қойыңыз. Осы жерде тұрсын, көршіңіз кірсін. Следовательмен бірге өзіңіз аралап шығып, следователь қағаз толтырып, бір копиясын сізге беріп, бір копиясын өзі алып басынбаңдар. Болды уже сендер. Неше жыл болды. Өзіңіздің пікіріңіз ғой. Басынғандық деп санайсыз ба? Басынып түсіңдер кәдімгі сендер. Басыма шығып түсіңдер сендер. Мен бір нәрсені түсінбей тұрмын, сізден сұрайыншы. Сіз айтқан оқып беріп тұр ғой қағазды. Сөйлеп Енді мен бұл үйде не болып жатыр? Енді бұл Русланның енді қазаққа айтып отырған сөзін ғана тыңдайтын кісілердің біреуімін мен. Өйткені мен де осы ауылда жүрген простой адам біреуімін. Менің жалпы түсінбей тұрғаным жаңа сіз айтасыз, тінту қағазы бар қолымда деп. Сонда көрсеттіңіз, рахмет. Бірақ сіз қазір осы кісінің үйіне кіресіз, сонда бүкіл дүниені ақтарға тұрсыз ба? Тінтуға қарсы ол. Жоқ, біз міне тінту жасалмастан бұрын біз әшейін көрсетемін. Заңсыз сақталған заттар болатын болса, ерікті түрге беруге ұсыныс жасаймыз. Если ол жоқ дейтін болса, таза тексеріп қараймыз. Бәрі қопақ жыртып салмаймыз, қарап шығамыз. Жоқ, өйтіп айтып тұрған жоқсыз, жыртып тастайды. Шкафты өзі ашады, Өзі көрсетеді. Міне қарап алды, жоқ деп. Міне мамандар камера қосылып тұр. Бәрін қараймыз, документально толтырамыз, хаттамасын көшірмесін өзіне береміз. Егер де біздің істеген Жақсы, шықпақ отырсам, қолымның телефон тартып болмаса. Мен сындырып жіберді ортасын. Түсінікке алып десем. Қателік кететін болса, бізде де жауапкершілікке тартыламыз. Мысалы, сіздің үйіңізде мен тіркелі барам, иә? Осы қағазбен. Мен осы қағазбен барам сізге. Мысалы, соттың жаңағы жоғарыдан келген бұйрықпенен. Сонда мына кісінің үйінде бір нәрсе тұрды деген кім куәгер ол? Соны түсіндіріңізші. Куәгер емес, мына жерде қылмыс. Жоқ, мысалы, мен мысалы Русландікіне кіріп жүрдім де бір нәрсені тыға қойғанын көріп қойдым. Мен соны сізге хабарлауым керек. Мұнда бір опасный нәрсе бар деп. Сізде ондай куә жоқ қой қолыңызда. Аға, ондай да болады. Жоқ, иә, ондай да болады. Сонда сіз анау жақта отырып мұның үйінде бір нәрсе бар екенін қайдан білдіңіз? Соны түсінбей тұрмын мен. Оны көріңіз, оны сізге қазір айта алмаймын. Неге айта алмайсыз? Ол өйткені жедел жолмен тексерілетін нәрсе. Ондай ақпаратты. Көрдіңіз ба? Сол үшін біз келеміз. Не жасырып жүретіндеріңізді білмейміз. Ашық айтпайсыз ба, мынаның үйінде мынандай нәрсе тұр деп. Жоқ, мына жерде мен сіздерге сол үшін айтып отырмын ғой. Заңсыз сақталған. Міне халықтан жасырасыздар, ашық айтыңыз. Міне Русланның үйінде осындай бір нәрсе ораулы тұр, немесе мылтық жатыр, немесе біреу өліп жатыр деп. Оны біреу көріпті деп. А сіз келесіз де қағазды көрсетесіз де қорқытасыз. Біз простой халық. Керек болса мына балалардың өзі шошиды. Жүрегі ауырып, өз коронавирусты бойында отырған кәрі шалдар шошиды мына көршілер. Дұрыс айтып тұр ғой. Қарапайым Жоқ, менің үйімді сіз тінтіңізші, сіз неметтіңізші. Жарайды, кішкене өзіміз қазақ ретінде сөйлесекші, мен сізде сұрақ қойып тұрмын. Дұрыс айтып тұр ғой. Бәрін анық ашық қарасаңдар, Мына қылмыстық іс бойынша жариялауға болмайтын нәрселер бар. Сол себепті видеоға түсіріп бөтен адамдардың көзінше айтуға болмайды деген. Бұл кісі оны тыңдап тұрған жоқ. Өзі видеоға түсіріп просто енді қазақша жеткізе алмай тұрмын. О неразрешении судебного дела, уголовного дела деген. Қазақша жеткізе алмасаң сен. Мысалы сен қазақша өзің ойда қазақша жеткізе алмасаң онда кім болып жеткізесің бізге? Просто орысша нақты жететін айтып мен сізге. Не керек маған орысша? Аға, мен сізге қылмыстық істе болып жатқан. Жоқ, менің қолымды қазір қайырып алып кет. Мен уже мен айтамын, мына осы менің көршімсің. Осы қазақ үшін, осы қазақтың шырылдап қазақ үшін жүгіріп жүр ғой мына жігітте. Неге жазық бар айтыңыздаршы. Бұның үйінде жасырынған нәрсеге мен таңдап тұрмын. Жүгірсе жүгіріп жүрген шығар, бірақ өзінің сізде жаңа мен тыңдап тұрмын. Бәше мазақ қылып тұрсыздар ғой. Анандай істейді екенсің, иә. Сен барып Назарбаевтың орнына отыр.
Баланың қылығы жасамасаңыздар, бұл Назарбаевтың орнында билікке тарасып отырған жоқ. Киіп тұрған киім мынау, қатын баласы анау. Кімнің билігіне барып отырады? Қарапайым халық нені айтады? Сіздерге тыңдаңыз. Сіз өзіңізді және формаңызды, өзіңізді түймеңізді ойлап, өзіңіздің авторитет бет-беделіңізді ойлайсыздар. Простой халықты келіп қорқытсыз мұнда. Енді өзің шамаң жетті ғой, әне мен шақырып қойдың. Ұят емес пе мұндай? Жарайды, ойларыңа неге соны істеңдер. Бұлар простой адам, ауылбай, түк білмейтін адам. Басып жаншыңдар. Болды, жарайды. Өздерінің ауылда туыстарың жоқ па, намыстарың жоқ па? Бұлай болмайды ғой. Кішкене ұят болу керек қой, намыс. Тіпті енді жарайды, айтыңыздар. Бізде не жасырып істейсіздер соны? Сіз заңгерсіз. Не жасырып тұрсыз соғырша? Мен соны түсінбей тұрмын. Жаңа сіз айтып тұрсыз мына балаға. Сенің аузыңды былай жабайын ба жоқ, аяқпен жабайын ба? Андағыңыз не сіздің? Мен көріп тұрмын ғой. Сіз кімсіз біреудің аузын аяқпен бүйтіп жабатын? Байқап сөйлеңіз, ұқтыңыз ба? Бізде заңды білеміз. Ұят бол, аяқпен жаппа сен, ауызбен, қолмен де жабатса құқығың жоқ. Дұрыс айтасыз аға. Өте дұрыс болады. Андағындай бауырым, болды, жарайды, мен түсіндім сізді. Қанша деңгейдегі адам екеніңізді. Керек емес, болды. Мен қазақша түсіндіре алмаймын. Онда кім болып түсіндіресіз? Өсек-сеген осы жерден шығады ғой. Біз көріп тұрмыз ғой. Қазақстан, сіз заңгерсіз, өкіметтің адам қазақша түсіндірсеңізші бізге. Осы жерде ер азаматты бір сөзге тірелейік. Тірелей бір Сендер заңсыз соттап тұрған кезде сен қайда қайтқайсың? Сен аузыңмен басайын ба, аяғыңмен басайын ба деген жоқ. Енді қалай айттың? Сіз сөйлеп отырсыз дедім. Сіздің аузыңызды мен қарап тұрмын ғой. Аузыңызды қолмен басып. Одан кейін аяғым көтердім. Қолмен басып тұрған жоқпын дедім. Аяқпен басып тұрған жоқпын дедім. Сізге қандай? Сен аяқпен басып тұрдың деп айтпа, қолыңды айт. Аяқпен басады сен кімсің соғырдың? Ердің аузын. Ер азамат қой, ер азамат айтқан кезде нақты қалай. Жігіт сөзін сөйлеу керек. Мен қарап тұрмын, аяқпен баспа сені, қолмен де баспа. Сіз біліміңізбен басыңызшы біздің ауызды, біліміңізбен. Біліміңізбен сіздерге жеткізіп тұрмыз, сіздер оны тері. Әшейін ауылды көп простой адам. Сіздерге естіліп тұр ма? Естіліп тұр ма? Ауылда апаңыз бар шығар, бауырларыңыз бар шығар. Ауылда тентіреп жүрген. Мал менен жағаласыз, қаңғып жүрген. Не осы соғысша келесіздер де, мен көршіше бүгін шыдай алмай шықтым енді. Бүгін мен сіздерді көріп жүрем. Келесіздер, әкетіп атасыздар, әкетіп ұстайсыздар. Өзі ой шыққан ғой сонда ауылдың бір адам. Біз әкетіп жатырмыз ба? Заңсыз өйстіп соғылсын, заңсыз істердің арқасында осындай. Енді бір процесс қой ол енді. Қалай бір процесс? Сен көз айтасың. Енді ол немене 10 статья ашып тастаған ба сонда? Енді конкретно бір статьяға определенный узкий круг адам қатысады ғой оған. Не? Дознаватель басталады. Жоқ, қылмыстық следователь басталады. Я енді сен айтасың ғой қалғандарына жоқ. Олар саған передают дело. Қатысыңыз жоқ. Мен сізге жаңағы не үшін келіп тұрғанымды мен сізге процесстің уақытын айтып отырмын, қалай кететінін. Бетіне жазып тұрған жоқ қалашары. Қандай жазып? Сіздер отырмын. Ал саған дознавательден саған кеп уже соттан шешім шығып қойған. Не о чем айтасыз? Не о чем? Біліп тұрған жоқсыз ба? Самырақ сөйлейсіз. Сенің өзің кәдімгі башын просто бір қағазды сатып алдың, бітті сен. Еш нәрсе орындамау керек. Жоқ, сатып алдым деп тұрмын. Қашанға дайын кетесіңдер, қазақ. Қашанға дайын кетесіңдер. Қашанға дайын кетесіңдер. Әділ сот болса орындауға болады. Ал когда әділетсіз болған кезде бұл Қазақстанда. Сонда сендерге әділетсіздікке шындықты шыжында шынжырмен байлап қойып, әділетсіздікті биікке өрлетіп қоя беру керек пе? Мен енді осы Русланның жақсылығын айта кетейін. Сіз мынаға түсіріп тұрыңыз. Бұл азамат ел үшін, қазақ үшін біреуге барып, ана жақтан жау шақырып, біреу топтастырып, ұйымдастырып жүрген жоқ. Бұл ауылда бұның қасында ешкім жүрмейді. Бұл кісі айтады, өз ойым ел үшін, жұрт үшін айтады. Бізге барып сен бізбен бірге көтеріліп соғысайық, билікті басып алайық деген кісі емес. Бұл нақты қазақтың осы жүрегінде жатқан, тұнып жатқан жоқшылығын айтады. Біз көріп отырмыз ғой, көршіміз. Бірдемеміз жоқ болса, болсатын осы. Ең жаман мынау этажда отырғанда жоқ болған апалық кетен осы кістенге баламыз. Міне көрші отырғансам да біз жүгіріп келеміз. Мына жерде қылмыстық іс, оның көзқарасы дұрыс болмағаннан кейін, заңға қайшы болғаннан кейін қозғалып тұр ғой. Көрдіңіз ба? Не сөйтіп айтсаңшы. Айтып тұрмын ғой. Бап сондай. Енді шындықты айтыпсыз. Енді сіз айтасыз. Енді бұл сөйлегеннен кейін жаңағы бап қозғалып тұр. Енді түсіндірдіңіз. Былай жатқан нәрсе. Иә. Айтпай алып кетсеңіз ол да қылмыс қой. Дұрыс. Міне сіздің түсіндіргеніңіз дұрыс. Сіз айтпайсыз, бұл кісінің жаңағы ел үшін, жұрт үшін айтқан сөзі заңға қайшы болып тұр. Осы ғой. Вот неге сөйтіп айтпайсыңдар енді. Оны аласыздар да айтасыздар, үйінде бірдеме жатыр, анау жатыр, мынау жатыр. Шындық айтқан үшін міне осылай қылмыстық істер қозғалады.
қар орман, құшағыңа ал орман. Итке жиен болып шықты қарғыс атқыр кәрілан, жортып келе жатыр. Жалғыз қалған бөлтірік, қан бұзбаған бөлтірік, күшіктердің етіменен ауызданған бөлтірік, өз намысын сатпау үшін жауыз болған бөлтірік. Бұл орманның ішінде қаптақ бетті арсыздар, қоян жүрек қамсыздар, түлкі жылмаң жансыздар. Арыстаны әділетсіз, жолбарысы жалмауыз, қызыл иті қасиетсіз, қаншықтары қандауыз. Сондықтан да дамылда, қыз балыққа салынба. Арландарды байлап жатыр, абаданды өлтіріп, тұрп етпес деп ойлап жатыр жалғыз қалған бөлтірік. Әзір күшті болмағанмен онда тұрған түкте жоқ, сәл тыныштық орнағанмен шайқас әлі біткен жоқ. Арландарды байлап жатыр, абаданды өлтіріп, тұрп етпес деп ойлап жатыр жалғыз қалған бөлтірік. Әзір күшті болмағанмен онда тұрған түкте жоқ, сәл тыныштық орнағанмен шайқас әлі біткен жоқ. Оңай емес қасқыр болу көп иттердің ішінде, тоқтасаң да шегінбейсің қанды сатпау үшін де. Қыңсылауға хақың жоқ, жан ашитын жақын жоқ, ерліктер көр түсіңде. Бәріне кезек келер әлі де, солай болған солай болар, солай болып қалады. Уақыт керек күш жинауға, көп белестер бар әлі. Ертең жеңу үшін бүгін емдеу керек жараны. Жолбарыстар қызыл иттер біз жеңдік деп ойласын, құс біткендер мадақ айтып тек соларға сайрасын. Қояндары қалшылдасын, түлкілері жайнасын, барлық аңдар барлық құстар жоғалды деп ойласын. Жалғыз қалған бөлтірік азуларын қайрасын, жалғыз қалған бөлтірік азуларын қайрасын. Арландарды байлап жатыр, абаданды өлтіріп, тұрп етпес деп ойлап жатыр жалғыз қалған бөлтірік. Әзір күшті болмағанмен онда тұрған түкте жоқ, сәл тыныштық орнағанмен шайқас әлі біткен жоқ. Арландарды байлап жатыр, абаданды өлтіріп, тұрп етпес деп ойлап жатыр жалғыз қалған бөлтірік. Әзір күшті болмағанмен онда тұрған түкте жоқ, сәл тыныштық орнағанмен шайқас әлі